Әлемде сіз көрмеген ғажайып жерлер бар екенін білесіз бе? Кейбірі ертегіден шыққандай әдемі, кейбірі табиғаттың құдіретін дәлелдейді. Бүгін сізге көпшілік бара бермейтін, бірақ өмірде бір рет болса да көруге тұрарлық әлемдегі ең әдемі 10 жерді көрсететін боламын. Соңына дейін қараңыз, себебі ең кереметі соңында. Ең бірінші каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. 10-шы орында Швейцария Альпілері. Аққа жамылған биік таулар, жасыл алқаптар мен мөлдір көлдер табиғаттың шынайы шедеврі. 9-шы орында Токио, Жапония. Заманауи технология мен көне дәстүрлердің үйлесімі. Сакура гүлдеген кезі ерекше сұлулық. 8-ші орында Антилопа каньоны, ақш. Қызыл түсті тастардан құралған ерекше жартас жолдары фотосуретке ең әдемі шығатын орындардың бірі. 7-ші орында Венеция. Су үстіндегі қала, каналдар, гондолалар мен тар көшелері естігінен бәрін қызықтырады. 6-шы орын Париж. Махаббат қаласы атанған Париж тек Эйфель мұнарасымен емес, ерекше атмосферасымен де әдемі. 5-ші орында Бали, Индонезия. Күріш алқаптары, сарқырамалар, ежелгі ғибадатханалар, табиғат пен мәдениет үйлескен арал. 4-ші орында Бора-Бора. Түрлі түсті маржандар, мөлдір лагуналар мен тропикалық табиғат саяхатшылардың арманы. Ал енді үштікке де келіп жеттік. Ең соңғы 3-ші орында Мачу-Пикчу. Бұл таулардың биігінде орналасқан инктердің көне қаласы. Тұман арасынан көрінген сәті ерекше әсер қалдырады. 2-ші орында Санторини, Грекия. Ақ үйлер мен көңілдір күмбездер теңізбен үйлесіп, күн батқан сәтінде нағыз романтикаға толы керемет көрініс сыйлайды. Ал бәріміз күтіп отқан 1-ші орында әрине бұл Мальдив аралдары, Индия мұхиты. Ақ құмды жағажайлар, көңілдір теңіз, су үстіндегі виллалар, жер бетіндегі жұмақтың дәл өзі. Теңіз үстіндегі вилладан оянсаңыз, есікті ашқан сәтте көгілдір мұхит көз алдыңызда. Бұл жерлердің қайсысына баруды армандайсыз? Төменге пікірге жазыңыз, ал біз сізге әлемнің тағы да ғажайыптарын көрсететін боламыз.